жүр бүйтіп не қылатын көтеретін контейнермен ұрды деді. Терезеден секіріп жіберді деді. Қойында моргқа барады, моргқа барсақ қарауыл шықты, қарауылдан сұрап ек кіріп көрейік деп келдік дедім. Ол айтты, аты жөнін фамилиясын жазды, бір следователь біреулер кетіп кетті деді. Бірақ әйелдерді кіргізбеймін деді моргқа. Кірдім, барып врачын күттім, келді, соны кірдім. Кірсем, маңдай осыншама жер. Кәдімгі ішіне кеткен тыртық, балтамен шаққан сияқты кең болып айырылып кеткен. Сонымен шықтым да, жаңағы екі әпшесіне айттым. Дәл өзі дедім, жатыр дедім, үстінің бәрі қан дедім, бас жарылған дедім, киімнің бәрі қан дедім. Сөйтіп шығып, нарға барып, бұларды системадан шығып жатыр екен, бұларды алдық та, неге кеттік қой, бұлардың квартирасына бардық. Барсам, ана кішкентайлардың үсті қан ғой, кішкентай балалардың. Шашырағын қандай? Ана кішкентай 4 жасар айтып тұр, бүйтіп не қылатын көтеретін контейнермен ұрды деді. Терезеден секіріп жіберді деді. Үйіне барайық дедім. Үйіне бардық. Барсақ, тура біз барғанда милициялар да келді ғой, қапаттасып. Біз де түсіп жатыр, милициялар да түсті де біздің алдымызға түсіп барып, уже домға бардық. Кіріп, барып есігін неғып еді, ашпай қойды. Оны біреу өтті, сыртынан көрейік деді, тамақтан ана келіншекті лақтырған жаққа барамыз деді. Айлан артына барсақ, светін қазір өшірді деді. Содан балдырға айтты, мен давай деді, мынаны дереу жүріп түсіріп алыңдар дедім. Анан қазір әкетіп қалмай тұрғанда. Алдынан екеуін жібердім де, анан жердегі қанды паның бәрін соларға түсіргіздім. Сөйттім де шығып кеттім. Сөйлестірмеді. Кетіп барады. Қайға барасыңдар? Сөйлесейік деп. Оны деді, біз қазір бірдеңке сұраймыз, ана мынау не болды сұраймыз, содан кейін жібереміз, содан кейін сөйлесесің деді. Біреу жоқ, қамаймыз деді. Әкетіп қалды. Біз қайттық. Үйге барған уақытта, мыналардың квартирасында ана бала шағаны көріп, бұлардың киімдерін ауыстырғызып, ана қалай болды екен деп жатқан уақытта, ата, папа, мынандай бүйтіп көтересімен бағасынан бүйтіп ұрды, сөйтті де терезеден лақтырып жіберді деді. Содан кейін мынау әпшелері, қыздар кетті, сол жаққа барып көреміз деді. Мен бала шаға қарап қалдым. Күшті кісі тұғын, веселый тұғын. Мен анамның өз өлгенін сенбеймін. Анамның айтып тұрған сөзіне сенемін. Анамды часто ұратын, таяқ жейтін тұғын. Бізді де ұратын тұғын. Шыдап жүрдік, анам ажырасса да келеді, адресті біліп. Кешірім сұрайды, анам оны кешіреді. Бізге де әкелеріне кек сақтамаңдар, ренжімеңдер деп. Мен өз өлгеніне сенбеймін. 3-ші этаждан секіргеннің өзінде де ондай жарақаттар болмайды. Інімнің айтып тұрған сөзіне мен сенемін. Ұрған, жүреген, терезеден лақтырып жүрген деп. Одан алдында бізде күніге ұрыс-керіс болатын. Анам 2020-да заңды түрде ажырасса да, адресімізді біліп, күніге тықылдатып, есікті тықылдатып тұрады да кіретін. Есікті ашпасақ та. Кешірім сұрап, кешір. Болкен дұрыспаймыз, тату тұрамыз деп айтады. Барғаннан кейін қайтадан ұрыс-керіс басталып жатыр деп айтады. Мен өзім күйеуге тиген. Анам арасында айтып тұрады. Қызым осылай болып жатыр. Ажырасқым келеді деп. Ажырасса да кетіп қалғым келеді деп. Қашып кетеді. Адрес тауып алып, қайтадан келеді. Сол бастық өз үйлеріңізге? Әкемнің үйі. Бірақ анам декабрьдің 1-нен бастап менің үйімде тұрды да. Бізбен бірге тұрып жүрді. Бауырларым, менің 2 ұлым. Бәріміз бірге тұрып жүрдік. Мен тұрып жатқан адресімді біліп, күніге келеді, азаннан кішкене есікті тықылдатып тұрады. Сестренкаларым звондайды, әпше, келіңізші, есіктің алдында тықылдатып тұрып, қорқып жатырмыз деп, шығарып беріңізші деп.
сразу барып шығарып жұмысқа да бармай қалып кететін тұғын. Бірақ соңғы алып кеткені 4-іне алып кеткен. 5 күні кешке анам қайтыс болды деп естідім. Анам өз-өзіне қол жұмсайды. Анамның өмірге деген құлшынысы өте зор еді. Айтпа. Бүкілдерін алып сауда істейтін қоғыз. Иә, базарда жүретін. Енді қызықтарымды көрем деп жатқан кезде осындай жағдай болды. Иә, бас сүйегі жарылған. Мұрынның өзінің сүйегі жоқ та, мұрнында да сүйек жоқ. Басынан 4 жерден тігілген. Қолдарын бірдеңке тыққан сияқты да. Екі жақтан көгеріп кеткен, мынандай денесінен бір тырналған, мынандай ісі бар. Көгеріп кеткен. Тізесіне жарақаты бар. Анам айтып беріп маған тіземді ұрды, тізесінен ұрды деп ше. Бетінен ұрды, қан болды деп. Соның бәрі айтып тұрған сөзі рас болып тұр да. Әкем өзі секіріп кетті деп айтып жатыр да, что кредитін кесірі деп. Анам кредитті уайымдаған емес. Мүлде уайымдамаған. Айтады, ол әшейін дүние ғой, табылады. Жұмысты төлеп тастаймыз деп. Мен өзім соны төлеп жүріп жұмыс істейтін тұғымыз. Бізде ақшадан қиындық болмаған. Мүлде болмаған. Сіздердің көздері ұратын, боқтайтын, часто боқтайтын ше. Үйде әшейін мелочтан ұрыс-керіс басталып кетеді. Бізді де ұратын, кішкентайларды да ұратын. Осы жағдай сол 4 кішкентайдың көзінше болып тұр. Өзімнің 2 бауырым сөйледі, сол екеуі айтып беріп жатыр да. Ұрды ғой деп ше. Ұмытпай, өздерінен қайта айтып жүрді бастапқы кезде. Менімен бірге жүрді олар. Кейін білім басқармасы алып кетті. Временно сол кісілерде болады. Пока осы специя бәрі біткеннен кейін өз қамқорлығыма аламын. олар білді ме аналар? Білді. Жастары қаншада? 15 жас пен 2 жас арасы. 15 жастағы бала болды ма? Ол кезде болмады. Бәрі мен үйімде тұратын еді ғой. Анамды алып кеткен 4-іне. Өзімен бірге қанша баласын алып кетті? Менің 2 ұлымды алып кеткен, маманың өзінің 2 кішкентайын алып кеткен. Сіздің ұлдарыңызды көрдіңіз? Көрген, бірақ олар сөйлемей кішкентайда. Сөзің алтыным бақылып бақ мәні біз үшін жанымды арнадың бәрі де сенің арқаңнан ана жаным ана жалғызына жарығына сыйлаған жамандықтардың маңдайымнан сипаған